Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Өсімдіктер әлемі каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Зәуре. Менің каналымда бау-бақша, бөлме гүлдері жөнінде ақпарат ала аласыздар. Жаз бітіп, күз мезгілі келіп, өсімдік біткеннің бәрі сарғайып, жапырақтар түсуде. Міне енді қыс мезгіліне дайындалуымыз қажет. Соның бірі контейнердегі гүлдерді қыста демалысқа жіберу. Қыста қалай дұрыс сақтау жөнінде айтатын боламын. Көктемде гүлдерді егіп, жазда тамашалаймыз. Күз келгенде бұл гүлдерді келесі көктемге дейін сақтауымыз қажет болады. Оларды қыста аязға үсіріп алу бағбан үшін шығын болады. Әр көктем сайын гүл сатып ала бермейсің. Сондықтан қыс айында гүлдерімізді дайындаймыз. Бұл біз ойлағандай онша қиын емес. Қастамақ гүлін дайындаймыз. Қазір күз енді басталып жатыр. Қастамақ әлі гүлдері құлпырып тұр. Гүлдері ауқымды, әдемі, тіпті оларды кесу, жұлып тастауға қимайсың. Бірақ ауа райы құбылмалы. Аяз бір түнде түсуі мүмкін. Сондықтан Қазақстанның батыс, арқалық, солтүстік өңірлерінде қазан айының басынан бастап немесе ортасынан бастап осы гүлдерді арнайы сақтайтын орынға, балкон немесе погребке ертерек кіргізіп қоюымыз қажет. Себебі ол жердің температурасына адаптациядан өтуі қажет. Гүлді үйге кіргізбес бұрын міндетті түрде өңдеу жүргізуіміз қажет. Орыс тілінде айтқанда обработка. Далада шыбын-шіркей, аурулар, зиянкестер болуы мүмкін. Оларды үйге кіргізбес үшін міндетті түрде өңдеу жүргіземіз. Себебі ол келесі жылға қалып қоюы мүмкін, немесе қасындағы басқа гүлдерге зиянын тигізуі мүмкін. Қастамақ гүлін қыс айында екі түрде сақтауға болады. Бірінші жылы, екінші салқын. Жылы дегеніміз не? Жылы дегеніміз сіз гүлді үйге қыста кіргізіп терезенің алдына қоясыз. Яғни ол әрі қарай өсіп жетіле береді. Бірақ жапырақтарының тек қана жоғарғы жағын қиып, шамамен 20 см ұзындықта өсіндіні қалдырасыз. Ал салқын дегеніміз, ол қастамақ гүлі ешқандай жапырағы болмайды. Барлық жапырақтарын қиып тастаймыз. Кішкене ғана 5-10 см ғана өсінді қалдырамыз. Бұны салқын қараңғы жерге қойып қоямыз. Айына бір рет тамыры кеуіп кетпес үшін су құйып қоюымызға болады. Алдарыңызда көріп тұрғаныңыз қазып алынған пеларгония гүлі. Сізде контейнермен сақтауға орын аз болса, тағы бір әдіспен бөлісемін. Сіз гүлді қазып аласыз да кесіп шығасыз. 5-10 см қалдырсаңыз жарайды. Сосын кез келген газет, коробкаға алып гүлді салып қоясыз. Полиэтилен пакеті болмайды. Міндетті түрде қағаз болуы қажет, немесе матадан болса да жарап қалады. Тамыры демалуы керек. Дайын өсіндіні салқын, құрғақ, қараңғы жерге салып қоямыз. Айына бір рет қарап тексеріп қойыңыз. Тамыры құрғап қалмас үшін айына бір рет суарасыз. Шылқытып емес, дымқылдайсыз. Гүлдерімізді жақсылап қиып шықтық. Қиып алған қиындыларымызды, өсінділерімізді біз лақтырып тастамаймыз. Келесі жылға гүлімізді көбейту мақсатында тамырлатуымыз қажет болады. Сонымен менің кеңесімді пайдалана отырып, қастамақ гүлін қыс айында сақтаңыз. Келесі көктемде гүлдер құлпырып, сізді қуантатын болады. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше гүлдеріңіз сіздерді қуанышқа бөлей берсін. Менің каналыма жазылыңыздар, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер туындаған сұрақтарыңыз болса, комментарийда қойсаңыз болады, мен сізге міндетті түрде жауап беремін.